Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен ұбт география 10 сынып бойынша жаңа сабағымызды бастаймыз. Бүгін өтетін тақырыбымыз дүние жүзінің экономикалық жағынан дамыған елдерінің жіктелуі. Осының ішінде бүгін біз сіздермен қарастырамыз. Дүниежүзілік елдердің жіктелуі, экономикасы дамыған елдер, дүниежүзілік саудадағы Қазақстанның орны, және Қазақстанның шаруашылығы. Кеттік. Бірінші, дүниежүзі елдерін экономикалық тұрғыдан жіктеу үшін осындай көрсеткіштер көрсетіледі. Бірінші, жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім мен жалпы ұлттық өнім. Бұл жалпы ішкі өнім мен жалпы ұлттық өнім туралы сіздер өткен сабақта таныстыңыздар, иә? Еңбек өнімділігі және экономикалық тиімділіктің басқа көрсеткіштері, жемқорлық деңгейі, дүниежүзілік рейтингідегі жетекші орны, экономиканың бәсекеге қабілеттілігі, халықтың өмір сүру деңгейі мен сапасы көрсетіледі. Яғни осы 6 тип бойынша елдердің экономикалық тұрғыдан жіктеледі. Дүниежүзілік саудадағы дамыған елдер осы 21 ғасырдың басында дамыған елдерге дүниежүзілік экспорт қызметінің 5-тен 4-і, соның ішінде ақш, Ұлыбритания, Франция, Германия Федеративтік Республикасы, Италияға тіпті осылардың жартысы тиесілі болған. Яғни осы мемлекеттер 21 ғасырдың басында әлем экспортының жартысын құрап отырған. Қазіргі кезде де бұлар жетекші орында экономикасы жағынан дамыған елдерге жатады. Мысалға, мына суретте сіздерде көрсетілген ақштың Вашингтон штатының Сиэтл қаласындағы Boeing ұшақ құрастыру зауыты көрсетілген. Дүниежүзілік саудадағы Қазақстанның орны бүгінгі таңда Қазақстанның сыртқы саудасының негізгі мәселесі бұл экспорттың тиімсіз құрылымы және шикізат сатудағы пайданың төмендігі. Біз білеміз, барлығымыз, осы шикізатты шикідей сатқаннан гөрі, оны өңдеп сатқаннан әлде қайда көп пайда түседі. Осы Қазақстанда өкінішке орай, осы шикізатты өңдейтін және олардан бір продукт жасап шығаратын кәсіпорындар аз, сондықтан шикізат сатудан біздің мемлекетке аз пайда түседі. Және Қазақстанның экономикасы шикізаттың дүниежүзілік бағасының ауытқуына тәуелді. Яғни дүниежүзілік баға қалай құбылады, соған байланысты біздің шикізат та солай сатылып отырылады. Экономикалық түрткі жайттарға, осы Қазақстанның экономикалық түрткі жайттарына минералдық шикізат ресурсының молының, осы шикізат ресурстарын мол болуы, мұнай, газ, тау-кен, металлургия секторлары шамамен 80% құрайды осы Қазақстанның экономикасында. Қазақстанға инвестиция ағынының келуі жатады, тағы да басқалары осы Қазақстанның экономикалық түрткі жайттарына жатады. Түсінікті ғой, сіздерге? Қазақстан Республикасы 5 экономикалық ауданнан және 14 облыстан тұрады. Мына жақта батыс экономикалық ауданы 4 облыстан, және солтүстік Қазақстан экономикалық ауданы, шығыс, орталық және оңтүстік деген осындай 5 экономикалық ауданнан тұрады. Және 14 облыстан тұрады. Қазақстанның аумағында 87 қала мен республикалық мәртебе берілген 3 қала бар. Бұл бізде Астана, Алматы және Шымкент қалалар жатады. Қазақстанның жер ресурстары мен пайдалы қазбаларға, әсіресе мұнайға өте бай. Қазір біз сіздермен осы Қазақстанның пайдалы қазбаларын көреміз. Осылармен танысамыз. Бірінші, мұнай. Мұнайдың негізгі кен орындары Батыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе, Қызылорда облыстарында орналасқан. Зерттелген қоры 45 миллиард тонна. Және газдың қоры 6 триллион текше метрге жуықтай осындай газ бар. Көмірдің қоры осы Қазақстанда 200 миллиард тонна. Негізгі кен орындары Қарағанды,
кокстелетін көмір дегеніміз мына жердегі. Бұл осы темір өндіруге қажетті отындардың бірі. Яғни сапалы темір өндіру үшін қажет көмір, кокстелген көмір. Және Қостанай, Ақмола, Павлодар, Шығыс Қазақстан облыстарында шоғырланған осы көмірдің негізгі кен орындары. Темір рудасы. Темір рудасы қорының көлемі бойынша, яғни Қазақстанда 8 миллиард тонна темір рудасы бар. Қазақстан ТМД-да Ресей мен Украинадан кейін 3-ші орында. Негізгі қоры бұл Қостанай облысында шоғырланған. Бұл Соколов, Сарыбай, Әйет және Лисаков кен орындары жатады. Хром қоры бойынша Ақтөбе облысында осы ТМД-дағы хромның қорының 90% шоғырланған. Осы Ақтөбеде Хромтау деген жерде хром шығарылып, сол жерде өңделеді. Фосфор. Осы дүниежүзілік фосфордың 60%-ын Жамбыл облысындағы фосфор құрайды. Яғни Қазақстанның Жамбыл облысында дүниежүзілік фосфордың 60%-ы шығады. Дүние жүзінде фосфор тыңайтқыштарын өндіруде 2 монополист ел бар. Бұл Қазақстан және ақш. Алтын. Республикада алтын, ванадий, вольфрам, басқа да түсті және сирек кездесетін металдың бір шама қоры бар. Осы Қазақстанда Менделеев кестесінің 105 элементі анықталған. Түсінікті ғой сіздерге? Сіздерге түсінікті болса, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше, қош, сау болыңыздар.